Ой, кешіріңіздер. Қолын жүрегіне қоюды ұмытқандар ертең елдің айтқанын қалай есте сақтамақ. Парламенттегі цирктің қызығы осымен біте қойса жақсы еді ғой. Бірақ десертке сақтағаны бар екен. Мәжіліс спикерін бір ауыздан жапа-тармағай дауыс беріп, сайлап жүргендердің қолындағы қағазда бір-ақ адамның аты жазылған. Сонда оның несі таңдау? Кіріп, депутаттар дауыстар беріп жатыр. Жигули Дайрабай, Қарақат Әбден, Нұрлан Әуесбай. Бұлар кездейсоқ депутат болған жоқ. Президент сайлауында саяси қуыршақтың рөлін ойнаған үшін алған ақысы бұл. Қалғандарын қарасам, бірі ақын, бірі блогер, бірі қызыл тілді журналист. Бір сөзбен айтқанда, бұлбұлдардан жасақталған жаңа парламент. Сайра бұлбұлым, сайра